Оралдағы екі қабатты үйдің төбесі опырылып түсті. Тұрғындар енді үйдің қалған бөлігі үстімізге құлай ма деп қорқып отыр. Өйткені салынғанына жарты ғасырдан асқан бұл ғимарат бірде-бір жөндеу көрмеген. Тұрғындар өз күштерімен жасауға тырысқанмен үйдің әбден тозығы жеткені соншалық жөндеуге де келмейді деп отыр. Қазір тұрғындар құлаған жердің орнын жинастыруға кіріскен, бірақ төбеден салбырап әрең ілініп тұрған бөлік тағы да құлауы мүмкін. Үй иелері енді өзімізді басып қалама деп қауіптенеді. Кеше гүрс еткен қатты дыбысты естідік. Құлаған төбенің астында көрші қария қалып қоя жаздады. Есікті қатты жапқанда қабырға селкілдейді. Жаңбыр жауса ішке ылғал өтеді. Әкімдік үйді бұзып орнына жаңа пәтер береміз деген. Бірақ қасымыздағы басқа үйлерде тұратын екі отбасы бас тартты. Мы хотели попросить, чтобы нас переселили. Бізді қауіпсіз жерге көшіруді сұраймыз, өйткені кез келген уақытта құлауы мүмкін. Өзімізден бұрын балаларымыз үшін қорқамыз. Тұрғындар үйді шамасы жеткенше жөндеуге тырысыпты, бірақ одан еш қайран болмапты. Жан-жаққа шағымданғанмен 1957 жылы салынған үй апатты деп те танылмаған. Енді осы оқиғадан кейін тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің қызметкерлері төтенше жағдай мамандармен бірге үйге барып, акті жасаймыз деп отыр. Нақты қорытынды содан кейін ғана шығады. Еуразия даңғылында 244 үйдің тұрғындарынан арыз түскен жоқ. Сондай-ақ тұрғын үй қатынастар заңына сәйкес әрбір тұрғын үй иелері өзінің жаңағы тұрғын үйлерін күтіп ұстау қажет. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі бұл маңдағы ескірген үш үйді бұзуды жоспарлап отыр. Яғни мемлекеттік жекеменшік серіктестік бағдарламасы бойынша бұл жерден жаңа үй салынады. Тұруға қауіпсіз деп танылмаған үйлерді айтпағанның өзінде Орал қаласында 40 апатты үй бар. Мұнда 400-ге тарта адам тұрып жатыр. Еркін Карин, Наурыз Қадит, Астана телеарнасы, Орал.